Мен өзім тойға өте қарсымын. Қазақтар басын жоғалтып алған секілді. Байлығын сақтап қалудың бір жолы ол орыстану болатын. Сонда бір сәукеленің өзі негізгі капитал. Қазақтар ақшаның не екенін ұмытып қалған сияқты. Негізі қыздың өзі ол инвестиция. Баршаларыңызға сәлем, мен Күнекей Нұрлан, Business Insight подкастын тамашалап отырсыздар. Бүгін бізде ерекше тақырып кәсіп, байлық және де орта ғасырдағы қазақтардың КСРО-ға дейінгі және КСРО-дан кейінгі қазақ кәсіпкерлерінің байлыққа, ақшаға дейін көзқарасын бүгінгі біздің тарихшы, этноблогер Нұрқожа Ерсайынмен талқылаймыз. Нұрқожа, қош келіпсіз. Сәлеметсіз. Нұрқожа, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Мен енді өзім әлеуметтік желілерде, Инстаграмда, ТикТокта біздің тарих, мәдениет туралы блог жүргіземін. Оның ішінде өнер де бар, әскери тарих та бар, қару-жарақ, сауыт-сайман, саяхат та бар, заманауи көшпенділік темасын қозғаймын. Сол. Осы тақырыпқа қызығушылық сізде қашан пайда болды? Ол бұрыннан, әлі кішкентай бала кезінде ата-анаммен жүрген кезде байқамай қазба жұмыстарын көріп қалып, қызығып археологияға, сол кезден бері сол қызығушылық бар. Сіздің сол тарихпен қызығушылығыңыздағы себеп ретінде қандай тарихи тұлға сіздің енді орысша айтқанда вдохновение деп айтамыз ғой, шабыттандырды осындай тақырыпты талқылауға, әлеуметтік желіде бөлісуге? Негізі мен өзім ең жақсы көретін, ең көп зерттейтін тұлға ол Шыңғыс хан. Себебі Шыңғыс хан тарихтағы ең ұлы адам болды деп айтуға болады, 100% сенімділікпен. Ал бастапқыда енді негізі тарихқа қызығушылықты сол ата-анам оятты деп айта аламын. Себебі кішкентай кезімнен энциклопедиялар оқытып маған көбінесе тарих туралы, бұл кезде енді еуропалық, америкалық тарих, жаңағы төл америкалықтар, сосын Еуропадағы грек, Рим империялары деген сияқты сол жерін зерттеп, содан пайда болған қызығушылық кейін осы өзіміздің тарихқа да жалғасты. Біз бүгін кәсіпке байланысты тақырыпты талқылайды деп отырмыз, себебі біздің подкастымыз кәсіпкерлерге, жаңадан кәсіп ашып жатқан қазақстандықтарға арналған. Енді сол кәсіпке байланысты ең бастысы сол ақшаға деген көзқарас, байлыққа деген көзқарас, осы тарих жағынан қарастырсақ, біздің орта ғасырдағы қазақтардың енді көшпелі халық болдық, байлыққа деген көзқарас қандай болды? Кәсіпкерлер болды ма? Енді кәсіпкерлер дегенде ол кезде бүгінгідей нарықтық экономика жоқ. Ол жақта көбірек жаңағы тайпалық, туысқандық қатынастар болды адамдарда. Егер де біз байды алатын болсақ, бүгінгі таңда бай деген жай ғана ақшасы көп адамды біз бай дейміз. Ал ол заманда бай деген сөз ол бірінші деген мағынаны білдіреді. Яғни мысалы бірінші әйелді бәйбіше дейді. Көктемде ең бірінші болып шығатын гүлді бәйшешек дейміз. Шешек деген гүл көне түркі тілінде. Сол секілді бай деген жай ғана бірінші деген мағынаны білдірген. Ол ешқандай ақшаға, малға қарайтын нәрсе болған жоқ ол кезде. Яғни бір ауылда алатын болсақ, ауыл деген ол барлығы ішінде туысқан бір-біріне. Ол яғни үлкен отбасы десек болады. Сол ауылдың ішіндегі олардың үлкені, яғни билеушісі деуге болады, бие деуге болады. Ең бірінші негізгі адам бай деп аталатын болған. Ол әрине олардың ішіндегі ең ауқаттысы болады, жаңағындай бүкіл шешімдерді қабылдайды. Сол ауылдан қанша адам жорыққа аттанады, соны шешеді деген секілді сол адамды бай деп атаған. Және ол кезде менің затым деген түсінік болмайтын. Мысалы кезінде солтүстік Америкаға еуропалықтар келген кезде олар менікі деп көп сөйлейді. Сол кезде жаңағы үнді тайпалары түсінген жоқ екен концепцияны, менікі деген не нәрсе. Жеке меншік болған ғой олар. Сол кезде еуропалықтар таң қалған дейді, мына жақта менікі деген сөз жоқ екен. Бұл жерде кез келген зат ол бір тайпаға ғана тиесілі, яғни біздікі деген ғана ұғым бар. Сол секілді бізде де болған негізі. Жер болса, ол менің жерім деп ешкім айтылмаған. Ол нақты бір қоғамның, бір комьюнитидің жері болып саналады. Малы да солай. Бір отбасының малы деген сияқты, немесе бір ауылдың малы.
Сондықтан ол кезде қазіргіндей қатты ондай байлық деген ұғым біздікімен ұқсас емес мүлде. Енді ол байлық институты бізде бұрыннан жалғасып келе жатып 20 ғасырда үзіліп кетті. Мысалы, егер де біз Европаны қарасақ, Жапонияны, Қытайды қарасақ, көптеген елдерде old money деген түсінік бар, яғни ескі ақша. Қазақстанда жоқ ескі ақша. Бізде барлық қазіргі ауқатты бай адамдар ол бірінші немесе екінші ұрпақтағы байлар. Неліктен жоқ? Себебі кеңес үкіметі келген кезде байлық ол халықтың ең үлкен дерті болып саналып, бүкіл байлыққа қатысты нәрселерді жоюға тырысқан. Тіпті бүркітшілерді де жойып тастады сол кезде, себебі Ресей империясында құспен аң аулайтындар тек қана дворяндар, ал бізде қарапайым аңшылардың өзінен бүркіттерін тартып алып өздерін қырған. Сол секілді тіпті бір 10 шақты малы бар адамдарды бай санап, олардың да малын тартып алған, ал негізінде жаңа 10-15 бас мал ол мүлде байлық емес, ол базовый минимум дейді ғой. Базовый минимум болған. Одан аз түссе, онда ол көшіп қонып жүре алмайды. Ол көшпенді бола алмайды, ол отырықшы болып егін егіп бастайтын болған. Сол секілді әртүрлі саясаттың арқасында, яғни кесірінен бізде байлық жойылды. Байлық институт жойылды. Ақсүйектер жоқ. Барлық қашып үлгергендері, яғни қашып демейміз, енді өзінің басқа жайлауына көшіп үлгергендер, жаңа Қытайға, Монғолияға, Иранға кеткендер, Түркияға кеткендер, олар байлығын сақтап қала алды. Егер былай қарайтын болсақ, негізі сол old money, текті бай дейміз, олар сол Қазақстанның сыртында қалып қойған әулеттер. Ал мына жақтағылары көбісі жойылып кеткен, немесе орыстанған. Орыстанған дегендер, ол мысалы қазір сіз алаш зиялыларының ұрпақтарын көретін болсаңыз, олар қазақ емес, олар орысша сөйлейді, орыс христиан дінін қабылдаған. Себебі ол кездегі байлығын сақтап қалудың бір жолы ол орыстану болатын. Яғни сол кездегі коммунистерге қосылып, одан бұрын Ресей империясының адамы болып, мундир киіп, медаль тағып сөйтіп жүру, ол жаңағы байлығын сақтап, өзінің отбасының беделін сақтап қалудың бір амалы болатын. Сол кезде көп адамдар татардан, орыстан қыз алып үйленіп, олардың балалары орыстанып, сол Ресей империясының кейін коммунистердің жұмысын жасап жүрген адамдар, енді олардың балалары қазір орысша сөйлейтін сондай болып кеткен. Ал енді қарап отырсақ, бізде қазақи ертегілер бар ғой. Қалай ойлайсыз, ол жасанды ма, әлде бұрын сондай көзқарас болған ба? Мысалы, алдар көсе, байды алдап кетеді. Бай деген образ, мысалы, сол ертегілер, тіпті мультфильм, киноның негізінде, немесе ауыз әдебиетімен тараған қандай да бір ақпараттардың негізінде бай деген бұл бір зұлым сияқты, дүние мүлкін тартып алатын, сонда тіпті ақымақ ретінде образында көрсетеді. Алдар көсе деген адам тарихта бар болды ма, жоқ па, оны ешкім білмейді. Енді кіші жүздегілер бар дейді оны. Бірақ оның бүкіл сюжеттері 100% ойдан шығарылған. Қазақтар байды жаман қылып көрсету мүмкін емес. Себебі сіз мысалы өзіңіздің әкеңізді немесе атаңызды жаман дей алмайсыз ғой. Ол сізден ештеңе тартып ала алмайды. Бәрі мен айтқанда бір қоғамда өмір сүргендіктен бай ол кезде жаман кейіпкер бола алмаған ешқалай. Енді ол алдар көседегі байдың образы ол жаңағы коммунистердің салған образымен бірдей болып тұр. Яғни жаңағындай саран, біреуден тартып алып байыған, ешкімге бергісі келмейді, сондай зұлым кейіпкер ретінде көрсетіледі. Ол таза коммунистік идеология. Сол үшін алдар көсенің барлық сюжеттері сол кеңес одағының кезінде пайда болған нәрсе деп айта аламыз. Сол енді ол кезде байлар ондай болмаған негізінде. Біз егер байларды қарайтын болсақ, сол заманда олар керісінше сол халық үшін жұмыс істеп жүрген адамдар. Яғни халық дегенде ол өзінің үлкен отбасы ғой, сол отбасының ішінде ол старшина, яғни жаңағы биліктегі адам болып отырған. Ол өзінің отбасынан ештеңе тартып ала алмайды. Ол жерде оның заты ма, немесе оның ағасының заты ма, олардың бәрі бірге жайылып жүрген мал. Ол егерде бір нәрсе сатып алып, немесе біреуге көмектесіп инвестиция істейтін болса да, оның барлығы сол ортақ құрылтайда шешілетін нәрсе.
Ал енді осы көшпенді халықтың өзінің енді сол ауыл десек, ауылдың өзінің бір бюджеті, ауылдың бар малы бар, мал шаруашылығы бар, өзінің бағалы заттары мүмкін болуы мүмкін да, ауылдың байлығы. Сол ауылдың байлығын ұйымдастыруда қандай да бір дағдылар қалыптасқан ба жоқ па сол кезде? Мүмкін лайфхак деп айтамыз ғой, көшпенді халықтың мысалы өзінің қаражатын, малын ұйымдастыратын қандай лайфхактар болған? Лайфхактар дегенде енді бұл нақты сол ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына байланысты нәрселер шығар. Ол кезде енді байлық малмен өлшенді ғой. Ол малды көбейту бүгінгі мысалы инвестицияға ешқандай байланысы жоқ нәрсе. Мал көбею үшін олар өздерінің ауыл шаруашылығының лайфхактарын қолданған. Мысалы өріс таңдау кезінде, көшіп қонатын кезде қай жердің шөбі жақсы, қай жердің ауа райы жақсы болады дегендей болжамдар жасап, солайдан көбейтуге тырысқан. Ал сол малдың өнімдерін кейін сатып, оны пайдаға асырып жүрген. Әртүрлі керек нәрсе, мысалы ыдыс аяқ, мата, тағы да неше түрлі шай деген секілді. Ал былай финанс тұрғысынан қарасақ, ол бүгінгі экономикаға мүлде ұқсамайтын нәрсе. Бірақ бір жағынан негізі мысалы мал екі төлдеу үшін бұл да енді инвестиция ғой. Сен мысалы бір бас малың екі болса, шынымен де сол жақсы өрісті тапса, тұқымы жақсы мал алса, мысалы басқа ауылға барып көшіп қонып жүргенде жақсы тұқымды малды алып келіп өзінің басын ұлғайту да бір жағынан инвестициялық ойлаудың енді туындаған кез деп те айтуға болады. Ал мысалы әйел адамдарға көбінесе сәукеленің өзі бір 100 үйір немесе бір жылқыдай бағаланатындай сәукеле бар деп деректерде де жазылған екен. Мысалы бағалы 20 миллионнан астам қазіргі ақшамен санағанда. Сонда бір сәукеленің өзі негізгі капитал. Сол қыздың байлығы деп те санауға болады, Негізі қыздың өзі ол инвестиция. Мысалы бала туылған кезде оны жылқышы ма, қойшы ма деп сұрайды. Қойшы деген ол ұл бала деген сөз. Себебі ол қойды бағады, қойдың санын көбейтеді. Жылқышы деп қызды атаған. Не үшін атаған? Себебі қыз ұзатылған кезде оның қалың малы келеді. Ол көбінесе орта есеппен 47 жылқы болатын. Кейбір өңірлерде қызды тіпті 47 деп айтады. Мысалы, кім туылды десе 47 дей салады. Ол былай қарасақ, қызды объективизация жасау негізі. Баға беру. Мысалы, ол тіпті қыз демейді, просто 47 жылқы дейді, например, қыздың орнына. Себебі енді сондай патриархалды қоғамда қызды жай ғана ертең ұзатылып үйге 47 жылқы алып келетін нәрсе сияқты көрген. Инвестиция сияқты оны өсіресің, ол кейін жылқы алып келеді, ол жылқылар көбейіп, сен байлығын одан сайын үлкейтеді деген секілді. Сондай да болған. Ал әшекей бұйымдар көбінесе бізде күміс әшекей бұйымдар. Оларда енді бағалы болып келеді. Сіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, old money дегенде көптеген қазақтардың сол әшекей бұйымдары, бағалы заттары, малы барлығы сол кеңес одағы кезінде құрып кетті. Енді арнайы саясаттың нәтижесі ретінде, енді сол идеологияның нәтижесі ретінде көптеген қазақ байлығынан айырылды деп айтуға болады. Бірақ кейбір үйлерде мысалы ата бабасынан қалған күміс әшекейлерде сақталған. Енді көбінесе сол әйел адамдарда күміс әшекей болған. Неге алтын аз болған? Сол жаққа қарай. Ол бергі заманда ғой, күміс әшекейлер деп ойлаймыз біз. Себебі соңғы кездері сол көшпенділіктің құлдырап жатқан уақыты, жаңағы жұттар көбейіп, жалпы әлем қатты өзгеріп жатты. Сол кезде біздің аталарымыз алтынды күміске ауыстырды. Негізі, егер біз сақ дәуірінен бастап бері қарайтын болсақ, үйсіндер болсын, Шыңғыс ханның кезі болсын, алтын орда болсын, оның барлығы алтын болған күмістің орнында. Күміс деген ол соңғы кездері пайда болған нәрсе. Ол біздің құлдырап тұрған кезіміз деуге болады. Осы 18-ші, 19-ші, 20-ші ғасырға қарай, Абылай ханнан бастап бері қарай сол күміс басталды деп ойлаймын. Ал енді сол көшпенді халық бола тұра, біз енді сауда саттықпен де айналысқан шығармыз, өйткені арнайы заттарды сатып алу үшін жібек жолымен отырықты ауылдарға барып, тауар айналымы да қатты дамыған ғой. Сол кезде сол кәсіпке деген көзқарас туралы қандай бір деректер бар, мүмкін оқиғалар бар шығар. Көшпенді бола тұра, кәсіппен айналысқан қазақтар да болды ғой. Сауда саттық жақсы дамыған.
себебі біз енді өзіңіз айтқандай жібек жолының үстінде отырмыз. Бір еуропалық саяхатшы ма, тарихшы ма келген бізге сол 18-ші ғасырда. Сол жазып кеткен мынау қазақ қыздарының үстінде тіпті оңтүстік Америкадан келген әшекейлерді байқадым деп. Яғни ол кісі жаңағы оңтүстік Американы көріп әшекейлерді көргенде тура сол әшекейлерді біздің қыздардан көргенін жазып кеткен. Ол бар сол жазба дерек. Демек сондай алыстан келгенде әшекейлер болды. Қазір мысалы неше түрлі Прада, Луи Виттон деген секілділер алады ғой, импорттық. Ол кезде де сондай болған екен. Одан бөлек жаңағы бізде тек қана сол мал бағып, мал сату болған жоқ. Одан бөлек мысалы аңшылық кәсіп болды. Аңға шығып жігіттер солардың жүнін сататын болған. Әртүрлі құндыз секілді, тіпті түлкінің де жүні, қасқырдың жүні барлығы бағаланады. Орысша пушнина дейді. Ол кәдімгідей кәсіп болған. Кейін Ресей империясы осында келген кезде ол кәсіпті өте жақсы монетизация жасаған. Ол заманда алатын болсақ, мысалы қазір бізде ер адамдардың қанша пайызы таксист пен курьер болса, ол кезде сонша пайызы аңшы болған. Бәрі деуге болады, бүкіл жастар аңға шыққан. Садақпен болсын, мылтықпен, көбінесе құспен, тазымен. Одан бөлек әйелдердің кәсібі жақсы дамыған. Ол жаңағы киізден бұйымдар жасау, жаңағы кілем, киім деген секілді, және жалпы тоқылған кілемде тоқу, одан кейін сол секілді әртүрлі кәсіптер, кішігірім қолөнершілер де болды. Мысалы теміршілер, сауат сайман, қару-жарақ, білезік, әшекей бұйымдар жасайтын зергерлер, тағы ағаштан бұйым жасайтындар бар, қыш құмыра жасайтындар бар. Соның барлығы сатылатын болған. Оны былай елестетуге болады. Мысалы бір ауылда көп тауар жасайды, содан кейін сол тауарды үлкен арбаға тиеп базарға алып барады. Ол кезде үлкен жәрмеңкелер болатын. Осы оңтүстікте көп тараған. Бізде Қарағанды жақта да болған үлкен жәрмеңкелер бірнеше айға созылатын болған олар. Кәдімгідей бір точканы біледі, бәрі осы жерге келу керек екен. Сосын ол кәдімгі бір қала сияқты өте үлкен. Жаңағы Burning Man фестиваль бар ғой Америкада, сол секілді үлкен аумақта фестиваль басталады, мысалы көктемде. Сөйтіп ол күзге дейін жалғасады, сол жерде бүкіл тауарлар айналады, қар жауған кезде бәрі тарап кетеді, сосын ол жер бос тұрады. Немесе қалаға барып сатады. Қала деген ол кезде біздікіндей емес. Қала деген ол мега, ол Достық плаза сияқты сауда орталығы. Оның ішінде өмір сүретін адамдар тек саудагерлер мен қолөнершілер. Қазақтар қалада өмір сүрмеген. Қазақтар үшін сол қала деген ол аумағы бойынша да қазіргі мега сияқты болған ғой қалалар. Ішіне кіріп, зат сатып, бір нәрсе сатып алып, мүмкін кафеде отырып, сөйтіп шығып кететін нәрсе. Қалаларды көшпенділер қаржыландырып отырған. Бүкіл әлемде солай. Мысалы, егер біз Европаны алсақ, ол жерде қаланы ішінде іштен өспейді. Ол іштене шығармайды. Қаланың ішінде тек қана сауда жүреді. Мүмкін қолөнершілер болуы мүмкін, бірақ олар тамақты барлығын сырттан алады. Сыртындағы кішігірім ауылдар сол қаланы қамтамасыз етіп отырады. Қала, яғни ауылдардың арқасында өмір сүреді. Егер біз араб елдерін, парсы елдерін және түркі елдерін алсақ, бізде бірдей система. Арабтарда да, парсыларда да, қазақтарда да көшпенділер бар. Сол көшпенділер көшіп қонып жүретін, олар негізгі сол тамақты шығаратын зауыт десек болады. Ал қалалар сол тамақ сатылатын, желінетін және сауда жүретін сауда орталығы секілді. Сондай бізде қалалық және ауылдық экономика бір-бірімен үстіп арақатынаста болатын. Қалалардың ішінде көбінесе парсы, араб, қытай деген секілді гректер бар, басқа да әртүрлі ұлттар жүретін, бірақ қазақтар жүрмейтін қалаларда. Ал енді сол КСРО-ға дейінгі тағы да ғасырды талқылап өтсек, бізде отбасы дейміз ғой, ауыл бір үлкен отбасы, оның ішінде бізде кәсіпкерлер де мысалы болды, сауда саттық жасайтын, ауыл шаруашылығымен айналысатын, малмен айналысатын, аңшылар да болды. Ал енді біздің осы шабуылдан қорғап қалатын, немесе шабуыл жасайтын, сол сіздің өзіңіз жақсы көретін батырларға келсек, ол батырлардың дүние мүлкі және олардың кейбір батырларды деректерге қарасақ, малы көп,
бір ауыл бір батырдың қол астында дегенде деректер де бар ғой мысалы да. Өте ауқатты бай батыр. Кейбір айтады жоқ бұл ешқандай байлығы жоқ, жалғыз киіз үйі, қалғанын барға ауыл көмектеседі деп. Енді сол туралы айтып кетсеңіз. Батырлардың капиталы. Егер біз батырлар туралы айтатын болсақ, батыр деген ол феодал, қатты айтатын болсақ феодал деуге болады. Оны самураймен және Еуропадағы рыцарьмен салыстыруға болады. Батыр деген ол атақ, ол лауазым. Кез келген қолына қылыш ұстаған адам батыр болмайды. Батырды бай деп те айтуға болады, себебі батырлар оның қол астында үлкен жасағы болады. Жаңағы ондық па, жүздік немесе мыңдық, немесе тіпті 10 мыңдық, жаңағы төмен қолбасшы болуы мүмкін. Батырлардың барлығы ол былай қарасақ генерал деуге болады да. Оның астында адамдары бар, оның өз ауылы бар, жаңағы бір үлкен қоғамға кәдімгідей басшы болып отырған адам. Егер де біз жауынгерлер туралы айтатын болсақ, жауынгер бұл жерде кез келген ер адам жауынгер болған. Ол бала кезінен қолына садақ ұстап өседі, немесе мылтық ұстап, себебі ол балаларды қой баққызады. Қой баққан кезде қасқырлардан қойды қорғау керек. Сол кезде ол ат үстінде шауып келе жатып атуды, күресуді, көптеген жауынгерге керек қасиеттерді үйреніп алады. Сол үшін бізде кез келген қой бағып өскен бала ол дайын тұрған жауынгер. И ол жауынгер басқа елдердегі тұрақты армиядан да мықты қасиеттері бар. Себебі ол сол ортада өскен адам. Сол үшін бізде тұрақты армия болған жоқ. Тұрақты армия болған жеке периодтар бар. Ғұндардың кезінде мысалы, немесе Шыңғыс хан кезінде жаугершілік заман болғандықтан тұрақты армияға ұқсас жүйе болды. Бірақ бізде нақты тек қана осы соғыспен айналысатын, әрдайым күн сайын жаттығып жүретін жауынгерлерден тұратын армия ол тарихтың басым бөлігінде болған жоқ. Ал батырлар, олар жаңағы соғыс заманнан бөлек бейбіт заманда олар политикалық жұмыстармен айналысқан. Қазіргі біздің депутат министрлер секілді. Олар сол ақсүйектер болып, жаңағындай ауылдың немесе бір қоғамның, рудың мәселелерін шешуге қатысып, құрылтайларға барып сөйтіп жүретін болған. Себебі біздің жерде, ұлы далада ең алдымен ақылдан бұрын, байлықтан бұрын күш бағаланады. Бізде күші бар адам, қуаты бар адам, ол билікте болады әрдайым. Ол қазір де солай Қазақстанда. Бізде ақыл мен байлықтан бұрын адамның билігі, лауазымы көбірек құрметтеледі деп айтуға болады. Сонда мал бағып жүрген балалар кенеттен соғыс басталып кетсе, жасақталып әскер болып кететін, иә? Жаңа ұранқай деп шақырған кезде бүкіл қолында қару ұстай алатын адамдар жиналып баратын болған. Ал енді біз енді КСРО-ға дейін көшпенді халық болып, өзіміздің малымызды бағып, тіпті коллективный мышление дегенде болды ғой. Ол да енді КСРО-ға идеологиясына кішкене ұқсас деп те айтуға болады. Өйткені КСРО-да бізде жеке меншік болмады, барлығы қоғамға енді барлығы ортақ деп саналды. Бірақ сол ұлттық ерекшеліктерді жойып жерді. Сонысы әрине қиын болды. Бірақ енді сол КСРО-дағы біздің қазақ ретінде, кәсіпкер ретінде, көшпенді халық ретінде ақшаға деген көзқарасымызға өзгерістер қалай сипатталды? Мысалы, ақшаға, байлыққа деген. Енді трансформация дейміз ғой. Біз қандай да бір трансформация өттік. Ол да енді әрине қиын болған шығар. Бірақ біз коллективный мышлениеде жүрдік. КСРО-ға енгеннен кейін, ол жақта да коллективный мышление, бірақ ұлттық нақышымызды жойыңдар деп, мысалы, бізге сондай саясат жүргізді. Негізі енді ұлт деген ұғым мен коммунизм екеуі бір уақытта пайда болады. Мысалы 1920 жылдары орталық Азияға ұлт деген түсінік жетеді. Оған дейін көп, мысалы қазіргі қазақтардың аталары мен қазақпын деп те айтпаған. Мысалы олардан сұраса, мысалы мен алшынмын деп айтуы мүмкін, немесе мен мұсылманмын деп айтуы мүмкін. Бірақ ұлт деген ұғым бізге әлі жеткен жоқ. Идентификация ұлт ретінде. Ұлт, nationality деген түсінік бар ғой, ол әлі келген жоқ бізге. 1920 жылдары келеді. Осман империясы, Түркиямыз дейді. Бұрынғы Қоқан хандығының адамдары өзбекпіз дейді, біз қазақпыз дейміз. Сол секілді бөлініп ұлт түсіне келген бетте бізге көп ұзамай бір-екі жылдың ішінде коммунизм де келеді. Сол кезде жаңағы алашордалықтар біз ұлттық түсінікті қорғап жатса, коммунист қазақтар сол коммунизмді қолдап күрес жүрген кезде коммунистер ұтып кетеді.
Енді бұл коммунизмнің бізге алып келген зияны өте көп, айта берсек. Бірақ егер экономикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, қазақтар ақшаның не екенін ұмытып қалған сияқты, байлықтың не екенін ұмытып қалған сияқты. Ашаршылық көргеннен кейін бізде кенеттен нан қасиетті болып кетті. Негізі қазақтардың нан ешқашан қасиетті болмаған. Қазақтар себебі нанды өте аз тұтынатын. Нан деген ол тамаққа саналмайтын. Бізде ашаршылық кезінде пайда болды ғой, арпа бидай ас екен деген. Иә. Яғни олар үшін ол жаңалық болды. Арпа бидайдан жеп тойуға болады екен деген секілді. Ал негізінде нан, шелпекте болсын, кез келген ұннан жасалатын тағамдар сол кезде тренд болады, себебі ол қолжетімді болып бастайды, басқа етке қарағанда мысалы. Ал соның арқасында бізде қазір тойлар көп деп ойлаймын. Мысалы, біз тәуелсіздік алғаннан кейін, адамдарда ақша пайда болғаннан кейін, ол нақты адамдарда шоғырланып пайда болады. Енді қазақтар кәдімгідей жынданып қуып жатқан сияқты. Тұтынушылық заман. Иә, жаңағы баршылық келген кезде молшылық келіп, қазақтар басын жоғалтып алған секілді. Қазір той деген ол қазақтың дерті деп айтқым келеді мен. Өзім соны өте көп уайымдаймын. Себебі қазір үлкен ақшалар миллиондап жай жеп ішуге кетіп жатыр. Тіпті несиеге алады ғой. Несие алып сол той жасап жатқан қазақтар да бар. Ол өте санасыз нәрсе деп ойлаймын. Және егер біз шынымен жұмыс істеп жүрген бизнесмендерді қарайтын болсақ, олар тойға бармайды да, тойды жасамайды да. Мен өзім тойға өте қарсымын. Себебі бұрын тойды апайдың әкесі Құнанбай секілді адамдар ғана беретін болған. Оны сауын айту дейтін, яғни тікелей аударатын болсақ қазіргі түсінікті тілге, ол өзінің бәрі жақсы екенін халыққа жеткізу сияқты. Мысалы, мен саумын деген секілді. Бір жағынан солай, басқа жағынан ол жаңағындай сол кездегі фестиваль секілді адамдар бір-бірімен келіп араласады, неше түрлі сұрақтар шешіледі сол жерде. Сосын ақшасы аз болып кедей болып жүргендер бір тойып қайтады, оларға там сыбағасын салып жібереді деген секілді. Сондай үлкен бір жаңағы 30 күн ойын 40 күн той деген сол үлкен байлар жасайтын нәрсе болған. Ал қазір оны барлығы жасап жатыр да. Ол өте рационал емес нәрсе. Одан да егер біз сол ақшаны, мысалы, қарапайым бір орташа компанияда орташа менеджер болып істеп жүрген адам 20 миллионға той жасаған кезде, ол өте біртүрлі көрінеді. Егер де ол шынымен де бір жерден 20 миллион алып шығарады ғой, тура сол ақшаны алып шығарып, кәсіп ашса, мысалы, электрондық бір кішігірім пылесос шығаратын нәрсе ашуға болады да сол ақшаға. Бүкіл жаңағы цехтарын алып келіп, Қытайдан болсын, басқа жерден болсын, әр тойдың орнына бізде бір кәсіп ашылып отырса, Қазақстан қазір Сингапур сияқты, Жапониядан асып, Америкадан асып мықты болып кететін еді да. Ал біз қазір ақшаны сол жеп ішуге құртып жатырмыз. Бірақ мен ойымша бұл сол травманың орнын жабу деп ойлаймын. Себебі жоқшылықтың. Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің буыны, олар енді сол травманың реабилитациясын өтіп жатқан буын сияқты. Ал мысалы менің буыным, сол 2000 жылдан бастап туылғандар, олар бұл травма жоқ бізде. Біз бұлай орташа болсын, баршылықта өскен буынбыз. Біз әртүрлі фестивальдерді, тойларды да барлығын көргенбіз, және бізге ол қызық емес. Енді біздің балаларымызда бұндай тойлар болмайды деп ойлаймын. Яғни біз өзіміздің балаларымызға жасамаймыз. Біз өзіміз, біздің буын осындай тойларды өткізіп жатыр. Яғни біздің буын үйленген кезде осылай болып жатыр. Себебі біздің ата-анамыз соған тікелей әсер етеді. Ал бұлай өзіміз жасамаймыз деп ойлаймын оны енді. Иә, әрине той мәдениеті дүркіреп жатқан заман осы 90-шы жылдар, жоқшылықты көріп, дефицитті көріп, ақша шынымен не екенін білмей, қаржылық сауат деңгейі төмен болып, енді қолға ақша түскеннен кейін, жоқшылықты көргеннен кейін, жаңа айтқанда реабилитация травма деген шынымен де бар. Бұл қаржылық мінез-құлық, финансовое поведение, орысша айтқанда, негізі өзінің эволюциясын өтеді. Біз қазақ халқы сол көшпенді халық ретінде өзіміздің қаржылық мінез-құлқымыз болды. Өте жақсы мінез-құлқымыз болды. Кейін КСРОда
заманда енді көптеген өзгерістер енгізгеннен кейін бұл қаржылық мінез құлқымыз қатты өзгеріп, бізде қаржылық жоспарлау, стратегиялық ойлау, ақша жинау, дүние мүлік алу деген мінез құлық дағды деградацияға түсті. Кейін енді нарықтық экономика ашқаннан кейін, қолға ақша түскеннен кейін барлық мемлекеттер 100 жыл бұрын басынан өтіп жатқан жағдайлардың барлығын қазақтар енді форсировать события деп айтады ғой, енді тұтынып, тұншығып, той жасап, ысырап жасап, әрбір балама бір пәтер деп, мысалы. Негізі көп жастар, сіздің буындарыңыз әрбір балаға пәтер алу, немесе бір 2 этажды коттедж алу, үлкен джип алу деген ұстанымдары жоқ. Бұл да енді өте жақсы, өйткені қаржылық тұрғыдан бұл өзінің бюджетіне қарай, тиімділігіне қарай, қажеттілігіне қарай жасаған шығындар деп санаймын. Бірақ өкінішке орай енді менің буыным осындай мега тұтыну этабынан, эволюциясынан өтіп жатыр деп айта аламын. Ал енді сол КСРО кезіне қайта оралсақ, ол кезде байлыққа, мысалы, кәсіп жасаймын деп ұмтылған, мысалы, қазақтарда болды ғой, тіпті енді қазақ емес, басқа да КСРО астында жүрген басқа мемлекеттерде кәсіп жасаймын деген адамға сен спекулянт, сен кәсіп жасамайсың, ақшаны ойлама, байлық жаман деген, мысалы, ұстанымдар болған. Оның барлығы сол кәсіпке деген бейім адамдардың, мысалы, олардың ұмтылысын өшіріп тастаған. Осыған енді қандай көзқарасыңыз бар? Бұның қандай кері әсерлері болды, және де осы қазақтардың кәсіпке деген бейімін қалай қайтадан жандандыруға болады? Ол кезде бүкіл компаниялар үкіметтік болды, және көп сол кезде жұмыс істеген адамдар өзінің кәсібінің жемісін көре алмады деп ойлаймын. Себебі біз коммунизмді білеміз, ол жаңағы еден жуушы мен бас директор екеуі бірдей адам деп қабылданады, екеуі бірдей табыста болады. Сол нәрсе негізі мотивацияны өте қатты төмендетеді деп ойлаймын. Адамдар баю үшін оларға мотивация керек қой, жаңағы көп жұмыс істесе, немесе дұрыс шешімдер қабылдаса, ол жаңағы өмір жағдайы жақсарып, жақсы өмір сүреді дегендей. Ал ол кезде көбірек ақша тапқандар ол сол жаңағы академикалық жолмен немесе саяси жолмен жүрген адамдар. Себебі оларда дұрыс адамдармен байланыстары болды. Ол кезде ақшан болсаң да сен ештеңе сатып ала алмайсың, тек қана сол байланыстармен шешіледі. Сен жақсы киім алғың келсең, сол киім шығаратын зауыттың бастығымен дос болу керексің деген сияқты ұрлықтары көп болған. Енді өз көзіммен көрген жоқ, бірақ сол естіген деректер бойынша оқығанды айтып отырмын да. Сондықтан ол кезде ешқандай кәсіп мәдениеті болған жоқ деп ойлаймын. Енді 90-шы жылдары көп адам кенеттен байып кетті, бірақ олардың байып кеткені ол жаңағы еңбегінің арқасында емес, ол жақсы ақылды болған арқасында емес, ол пысық және сондай қу болған арқасында көп адам байды. Себебі приватизация болды ол кезде, немесе прихватизация дейді. Яғни бір қолындағы кішкентай билігі бар адамдар үкіметтің мүлкін, зауыттарды, жерлерді, техниканы, әртүрлі нәрселерді өзінің атына жаздырып алды. Ол заманда енді көп адамға күшті мүмкіндік болды. Қазіргі біздің ең үлкен көп байлардың көбісін әкелері немесе өздері сол кезде жақсы бір зауытты ұстап қалған адамдар. Ол шындық, бәрі келіседі деп ойлаймын. Әрине қазір шынымен өз еңбегімен байып, бір кәсіп шынымен ашып, солай байығандар да аз емес. Бірақ үлкен бөлігі енді сол 90-шы жылдары ұстап қалған адамдар. Ал енді сол, енді біз тағы да айтып кетейін, сол қаржылық трансформациядан өтіп жатырмыз. Ал енді сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жаңа буын ретінде қазіргі сол сіздің поколение деп айтамыз ғой, сол буынның ақшаға деген көзқарасы қандай? Сіздерге байлыққа деген, немесе кәсіп жасауға деген мотивация, өзіңіздің жеке қаржыны ұйымдастыру, отбасылық қаржыны ұйымдастыруға байланысты көзқарастарыңыз қандай? Енді бір үлкен буын болғандықтан әртүрлі болады деп ойлаймын. Мысалға, көбісінің енді тенденция мынандай болып тұр қазір. Мен қатты бай болғым келмейді, маған өмірге жетсе болды деген тенденция бар қазір. Яғни ол көреді, жаңағы Илон Маск секілді, Билл Гейтс секілді үлкен байларды көреді да. Маған бұндай керек емес дейді, маған осыншама орташа ақшам болса болды.
тұратын үйім, жүретін машина сондай минимум болса жетеді деп сондайға келіп отыр. Одан кейін бізде көбірек сатып алу емес, жалға алу және жазылым мәдениеті осы біздің буында кең тараған. Мысалы қазір біздің буында шыққан нәрсе ол машинаны сатып алмай, мысалы 1 жылға 2 жылға жалға алу секілді сондай проекттер қазір көбейіп жатыр, әр брендте шығып жатыр. Пәтерді сатып алмайды, жалға алады. Жаңағы бұрын мысалы бізге дейінгі буын ол музыканы былай сатып алатын болса, жаңағы физикалық дискпен, кассетамен. Қазір бізде подпискаға төлейді, ай сайын төлеп музыканы тыңдайды. Сол секілді бізде қазір сол жеке мүлік біртіндеп жойылып, сондай жалға алу мәдениеті көбірек болып жатыр. Және ол біздің буынды қатты қобалжытып жатқан жоқ секілді көрінеді. Жаңағы жалға алып жүреді, ештеңеден алаңдамайды. Ал бізге дейінгі буында сатып алмаса, онда қатты қобалжып, дұрыс емес өмір сүріп жатқан сияқты болып жүреді. Тіпті бізге де айтады, мысалы, сен сатып алмасаң, онда ол қауіпті, сен ипотекаға болсын алу керексің деген секілді сондай ұстанымдар. Сондай ұстанымды трансляция жасайды. Және ақша жағынан енді бізде қазір жастар көп финансовая грамотностьқа көп назар аударады, жаңа қаржы сауаттылығына, ақшаларын жаңағындай бөліп депозитке салып, әртүрлі схемалармен сол ақшаны көбейтуге тырысады, инвестиция жасайды. Ал жаңағы 70-80 жылдардағы буын олар инвестицияға көп сене бермейді. Көп жасамайды да инвестицияны. Оны жасайтындар сол 90 жылдан бері қарай туылғандар. Былай қарасақ, барлық жаңағындай портфель жасап, сөйтіп компанияларға ақша салып жүргендер солар. Ал бізге дейінгілер олар көбірек жиюға тырысады, жаңағындай алтын алады, немесе жай ғана үйде сақтайды ақшаларды, доллар алады деген секілді. Ол екі бөлек әлем сияқты көрінеді. Мыналар ақшаны жұмыс етеді, мыналар жинауға, сақтауға тырысады дегендей. Осы сіз енді тарихпен әуестенесіз, тарихты жақсы көресіз. Ал қазіргі ұлттық идеология бар, енді сізді этноблогер деп те қарастырамыз, иә? Осы қазіргі кездегі қаржылық мінез-құлықты өзгеріс енгізу үшін, өзгерту үшін, қандай да бір тиімді ұстанымдар пайда болу үшін, сол біздің осы тарихта болған ұстанымдарымыз, ұлттық нақышымызды қалай бейімдеуге болады? Сіз өзіңіз ойыңызша қарап отырсақ, міне сіз қазақи етік киіп келіп отырсыз. Енді біздің көптеген ұлттық ерекшеліктерімізді білесіз. Оны заманауи нақышта жастарға насихаттау, немесе қолдану, өзіңіздің жеке өміріңізде бұрынғы қазақтың ұстанымдарын қолданасыз ба? Әрине, мен заманауи көшпенділікті насихаттаймын, біздің көшпенділік рух жалғасқанын қалаймын, соны сол идеяны таратуға тырысамын. Енді бүгінгі таңда бізге қателіктерді қайталамау үшін сол қателіктерді білу керек деп ойлаймын. Қазіргі үлкен қателік жаңағы мен айтқан текті байлардың институты жойылып кетті. Енді бізге соны жаңадан құрастыру керек, мен ойымша. Мысалы, жаңағындай кенеттен байып кеткен бірінші ұрпақтағы, екінші ұрпақтағы байлар, олар өз ұрпағына сол байлықты жоғалтпай сақтауды, сол үшін бүкіл жағдайын жасау керек деп ойлаймын. Бізде мысалы мынандай қате ой бар, мен ойымша қате. Жаңағындай 90 жылдардың басында таксист болып жүріп, қиналып, жаңағындай аз жалақыға жұмыс істеп, сөйткен ата-аналар өз балаларына, қазір бай бола тұра, өз балаларына қайттан нөлден бастағанын қалайды. Мысалы, мен қиналдым, енді мен балам да қиналып өзі табысқа жету керек деген секілді. Ол да қиналу керек деп, иә? Мен ойымша ол сондай династиялық, көп ұрпақтық байлыққа жол бермейтін ұстаным деп ойлаймын. Мысалы, егер біз жаңағы old money әулеттерді қарайтын болсақ, олардың балалары нөлден бастамайды, олардың балалары әкесінің тоқтаған жерінен бастайды, жеткен жерінен. Демек, қазіргі таңда бізге жаңа байлы династияларды құру үшін, онда ата-анасы, баласы жаңадан бастамай, жаңағы сол деңгейден бастау үшін бүкіл әрекет жасау керек. Оны қымбат жерден оқытып, жаңағындай компания ашуға көмектесіп, өзінің компаниясына бастық болуды үйретіп деген секілді
сол кезде оның баласы одан да үлкен деңгейге жетіп, оның баласы одан әрі асып, сөйтіп бізде де жаңағы әлемдік рейтингтерге кіретін бай әулеттер пайда болады деп ойлаймын. Егер олар пайда болса, онда Қазақстанның экономикасы дамиды. Себебі бізде көп нәрсе үкіметтің ақшасынан бөлек жаңағы меценаттармен де шешіледі ғой. Қазір бізде бар ондайлар, Утимуратовтар бар, Құлыбаевтар, сосын тағы кімдер, Ибрагимовтар, мысалы музей ашып жатыр. Иә, сондай әулеттер қазір пайда болып жатыр. Енді осы әулеттерді қазақтардың көбісі жек көреді. Олар жаман, олар там бай деп. Иә, бір масон секілді, бір тайны общество сияқты қарайды да. Ал негізі керісінше біз оларға жақсы көзқараспен қарау керекпіз. Егер бізде өзіміздің байлар болмаса, онда қиын ғой. Қазақтар болу керек қой бұнда. Мысалы, жақында осыдан бірнеше жыл бұрын, 3-4 жыл бұрын шығар, көп олигарх сондай байларды қамап тастады. Сол кезде біздің экономикамызға шетелдік байлар кірді. Олардың аттарын атамай ақ қояйын енді. Әртүрлі банктермен, өздерінің компаниялармен, көрші елдерден біраз байлар кіріп, енді олар сол шетелдіктердің идеологиясы болсын, олардың мақсаттары болсын, осы Қазақстанда күші пайда болып, бізге әсер етіп отыр енді. Мен ойымша, шетелдік байлар бізде жүргенше, одан да өзіміздің байлар жаман болсын, жақсы болсын, өзіміздің байлар осында бай болып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Себебі олар не дегенмен де әртүрлі қорлар арқылы біздің еліміздің дамуына үлесін тигізеді. Ол кітапхана ашады, мектеп ашады, үй соғады адамдарға, жұмыс орындарын береді деген секілді. Енді кеңес айтатын болсам, мысалы біздің қазіргі жастарға тарихы ретінде кеңес айтатын болсам, бізге малды көбейту керек деп ойлаймын мен. Біздің ата кәсіп, ол біріншіден ата кәсіп, екіншіден қазір әлем өте тұрақсыз болып тұр. Егер де қазір бір саяси болсын, геополитический бір әртүрлі толқулар болса, бүкіл маркетинг компаниялар, IT-лар болсын, кино түсіргіштер, той бизнес, әншілер, бізде өте үлкен үлес, осы экономиканың үлкен үлесі ол entertainment болып тұр, яғни ойын-сауық. Ойын-сауықтың үлкен үлесі бар біздің экономикада. Ертең кішігірім бір толқу болып қалса, жаңағыдай интернет өшіп жатса, судан проблема болса, бізде кез келген бір кішігірім толқу болса, онда соның барлығы жұмыс істемей қалады. Жаңағы ковид сияқты болса, немесе қаңтар сияқты болса, жұмыс істеп тұратын, жаңағы аш қалмайтындар, ол малы бар адамдар. Ол үшін бірден малшы болып кету керек емес. Жай ғана айтарым, егер кез келген кәсіпте болсын, жұмыста болсын істеп жүрсеңіз, бір бөлік ақшаны мал сатып алуға жұмсау керек деп ойлаймын. Жылқы ма, сиыр ма, қой ма, ол жерде маңызды емес. Жай ғана бірдеңке болып қалса, сізде мал болса, ол әрдайым валюта болып тұрады. Тіпті алтынның өзі керек емес болып қалатын жағдайлар болады, бірақ мал ешқашан керек емес болып қалмайды. Ол әрдайым құндылығы бар нәрсе. Сол үшін өзіміздің ата кәсіпті дамытып, малдың санын көбейту керек деп ойлаймын. Егер көп адам мал асырайтын болса, онда Қазақстанда ет көбейеді, ет арзандайды, адамдардың жағдайы жақсарады. Мал деген ол инвестиция біріншіден. Оны әрдайым сатып жүруге болады. Бір нәрсе болып қалса, ол көбейіп жатады. Сол үшін айтарым осы жаңа кеңес ретінде. Енді көптеген негізі инвесторлар, тіпті Билл Гейтстің өзі айтқан болатын, келешекте біз тамаққа инвестиция жасауымыз керек деп. Өйткені біздің енді дүниежүзілік толқулар, оның барлығының нәтижесі ретінде көріп отырғандай, ең тұрақты сол тамақ тапшы болып қалуы мүмкін, су тапшы болып қалуы мүмкін. Және де енді Қазақстан негізі аграрно ориентированный дейді ғой, ауыл шаруашылығына бейімделген мемлекет болғандықтан, бұл жерде әрине сізді толыққанды қолдаймын. Және де жаңа айтып кеткендей, енді өзім қаржыгер болғандықтан, қаржы кеңесшісі болғандықтан, осы old money дегендей, сондай, енді бұл капиталистік саясат, бірақ оны
қазақи дағдыдан ұлт ерекшелігін қолдана бір осындай өзіміздің байлыққа деген жақсы көзқарас, мотивация ретінде көзқарастың қалыптасуы өте керемет деп ойлаймын. Және де көбінің осылай менің балам да қиналу керек, саған ешқандай мысалы капитал бермеймін деген ұстанымды да мен қолдамаймын. Бұл жағынан егер де бай одан да бай болып кетсе, әулеті ертең жақсы толыққанды дамыған үлкен бизнес ретінде болса, әрине бұл біздің экономикамызда және халыққа да жақсы болып келеді. Енді қазір біздің халқымыз толыққанды трансформация өтіп жатыр, қаржылық мінез-құлқы өзгеріп жатыр, идеологиямыз енді тұрақталып, түсінігіміз рухани жаңғыру деген процестер қазір жүріп жатыр. Енді бұның нәтижесінде әрине қандай да бір тұрақты идеология болса, бұл да біздің экономикамызға тиімді әсерін тигізетіні анық. Иә, тиімді әсерін беретіні анық. Енді сол себепті қаржылық жағдайыңызды жақсарту барысында өзіңіздің жеке және отбасылық қаржыңызды ұйымдастыру бұл өте маңызды сала болып келеді. Нұрқожа, өте қызықты тақырыпты талқыладық бүгін. Енді осы тарихпен енді қызығушылық танып жатқан біздің қазақстандықтарға қандай кеңес бере аласыз? Неден бастау керек? Қай кітаптардан? Өйткені көбінесе кітаптар, деректер сіз білгендей КСРО-мен жазылған. Оның өзінің идеологиясы бар, оның өзінің ерекшеліктері бар. Енді сол қызығушылық танып жатқан жастарға айтатын кеңес өз буыныңызға. Енді бастап жатырмын дегендерге Ілияс Есенберлиннен бастауға болады деп ойлаймын. Ол енді көркем әдебиет болғанымен жалпы түсінік беретін кітаптар, жаңағы көшпенділер деген секілді және басқа да кітаптары. Ал енді сәл тереңірек оқимын деушілерге интернеттен жаңағы ғылыми жазбаларды қарап, мақалаларды оқып, немесе мен сияқты бұрынғы заманда осы жерге келіп кеткен саяхатшылардың жазбаларын оқуға болады. Әртүрлі саяхатшылар болды бізде. Қытайдан келген, Араб елінен немесе Еуропадан келген саяхатшылар, Ресей империясынан келген зерттеушілер, солардың жазып кеткен нәрсесі соны оқыған ең қызық. Себебі ол сол заманның блогері деп қарауға болады. Ол блогер келіп өзінің бүкіл көрген нәрсесін жазып кеткен болса, біз сол адаммен бірге сол жерге барып келгендей сезімде боламыз. Ол өте қызық нәрсе. Сөйтіп оққан не сияқты, машина времени сияқты жұмыс істейді. Ал идеология жағынан Санжар Керімбайдың кітаптары жақсы. Жаңағы мәдени майдан, ғылыми майдан деген секілді осы бертін заманның тарихын жақсы жазады ол кісі. Тағы не айтуға болады? Енді ең бастысы сол талдау жасап, салыстырмалы ақпаратты қарастырып, өзіңіздің көзқарасыңызды қалыптастырсаң, бұл да жақсы болып келеді. Критикалық ойлау. Иә, критикалық ойлау, фильтр жасау барлық ақпараттан. Иә, енді тарих зерттеген кезде міндетті түрде жалған ақпаратқа жолығады адамдар. Себебі тарих деген ол өткен уақытқа шегіртілген саясат дейді. Сол бұрынғы заманның саясатын бізге қазір тарих қылып көрсетеді. Ол жерде пропаганда да көп, әртүрлі нұсқалар да көп, әртүрлі мемлекеттер тарихты әртүрлі айтады. Соның ішінде дұрысын табу ол кәдімгідей жұмыс. Бірақ сонда да одан ерінбей соған кірісу керек деп ойлаймын. Тіпті Питер Фостер бар, білесіз ғой, Эйр Астананың экс-президенті дейміз ба. Ол кісі бір сұхбатында айтып кеткен екен. Одан сұрайды ғой осылай, әр кәсіпкерге қандай кеңес бере аласыз, қалай мықты лидер болуға болады дегенде, ол тарих оқыңдар деп жауап берді. Егер адам кәсіпкер болам, лидер болам, саясатқа кіресіз ба, кәсіп бастайсыз ба, кез келген нәрседе тарихты оқыған пайдалы және міндетті түрде оқу керек. Себебі бізге дейін келген адамдардың қандай қателік жібергенін қарамау, ол білмеймін, бір өте санасыз нәрсе сияқты. Қалай, мысалы, сен бір нәрсе бастап жатсың, саған дейін соны істеп көрген адамдар толып жатыр. Тәжірибесін қарау керек. Олардың тәжірибесін қарамай сен бастасаң, сен олардың тәжірибесін қайталайсың жаңағы. Олардың қателіктерін қайталайсың. Өз тарихын білмеген халық өз тарихын қайталайды дейді. Сол үшін қандай салада болсаңыз да тарих зерттеу пайдалы әрі маңызды деп ойлаймын. Нұрқожа, сіз өзіңіздің алдыңызда қандай жоспарлар бар? Әлеуметтік желіге байланысты, мүмкін зерттеу жұмыстары бар, немесе қандай да бір жоба бастағалы жатсыз ба? Мен енді жақында қазір өнер мектебін аштым.
бұл менің алғашқы осындай бір помещение алып жасап жатқан кәсібім. Оған дейін мен Алматыда 7 жыл тұрғанда көптеген медиа проекттер жасадым. Пиар жағынан, арнайы проекттер, үкіметпен байланысты көп сондай жұмыстар жасайтынмын, жаңағы нақты медиаға байланысты. Енді қазір кішкене саланы өзгертіп, сол ағартушылыққа ауысып жатырмын. Алдағы уақытта жоспарларым ішінде ол сол өскелең ұрпақпен, балалармен жұмыс істеу. Себебі біздің қазір әсіресе балалар ішінде ер балалар маған өте маңызды болып тұр. Біздің ұлдар қазір өте нәзік болып бара жатыр. Жылдан жылға қарасақ, жаңағы жауынгерлік рухы өшіп жатқан секілді көрінеді. Мен қазіргі мақсаттарымның бірі сол біздің ер балалар қоғамын дұрыстау, өзім шамам келгенше жастайынан соларға жаңағы тәрбиелік проекттер жасап, ол лагерь бола ма, әлде әлеуметтік желідегі проект па, әзірше айта алмаймын. Бірақ осы бар инструменттерді қолданып, осы біздің ер балалардың ішіндегі ерлікті, жауынгерлік рухты, жаңағы бір жағынан джентльмен болу үшін, басқа жағынан өз-өзін қорғай алатын, өз елін қорғай алатын азамат, және қолынан іс келетін азамат қылып өсіру біздің ұрпақты. Тіпті қолына балға ұстап бір нәрсе жөндей алатын болса екен деймін да, қой соя алатын сондай. Біздің жаңа қазақи тәрбиеде ұрпақтарымыз өссе, мен өзімнің мақсатым орындалды деп санайтын едім. Керемет мақсат. Жобаңызға сәттілік тілейміз. Нұрқожа, бүгін сізді уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Осымен біздің Business Insight подкастымыз аяқталды. Егер де ой пікірлеріңізбен бөліскіңіз келсе, подкастымызға қосылып, тіркеліп, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.